Теңіздер мен мұхиттар жердің көгілдір жүрегі. Біздің планетамыздың көп бөлігін су алып жатыр. Бұл судың көпшілігі теңіздер мен мұхиттарда. Олар жердің көгілдір жүрегі сияқты. Теңіздер мен мұхиттар бізге өмір береді. Олар ауа райын реттейді, тамақ береді, және ресурстармен қамтамасыз етеді. Теңіздер мен мұхиттарсыз жерде өмір болмас еді. Олар бізге оттегі береді, климатты реттейді, және көптеген тіршілік иелеріне мекен болып табылады. Теңіздер мен мұхиттардың құпияларын ашу біздің міндетіміз. Теңіздер мен мұхиттардың тереңдігі әлі күнге дейін толық зерттелмеген. Олардың түбінде қандай құпиялар жасырылып жатқанын білмейміз. Бірақ біз білетін бір нәрсе бар: теңіздер мен мұхиттарды қорғау өте маңызды. Тереңдіктегі тіршілік, балықтардан бастап киттерге дейін. Теңіздер мен мұхиттарда миллиондаған тіршілік иелері мекендейді. Олардың арасында кішкентай планктондардан бастап алып киттерге дейін кездеседі. Теңіз тіршілігі өте алуан түрлі. Балықтар, теңіздер мен мұхиттардың ең көп таралған тұрғындары. Олардың түрлері өте көп. Кейбір балықтар таяз суда өмір сүрсе, басқалары тереңдікті мекендейді. Киттер, теңіздер мен мұхиттардың ең үлкен жануарлары. Олар сүтқоректілер класына жатады және өкпелерімен тыныс алады. Киттердің көптеген түрлері бар. Олардың әрқайсысының өзіндік ерекшеліктері бар. Теңіздер мен мұхиттарда сонымен қатар медузалар, теңіз жұлдыздары, крабдар, асшаяндар және басқа да көптеген тіршілік иелері мекендейді. Теңіз экожүйесі барлығы бір-бірімен байланысты. Теңіз экожүйесі өте күрделі. Ондағы барлық тіршілік иелері бір-бірімен тығыз байланысты. Балықтар планктондармен қоректенеді, ал үлкен жыртқыштар кіші балықтарды аулайды. Теңіз өсімдіктері де экожүйеде маңызды рөл атқарады. Олар фотосинтез процесінде оттегі бөліп шығарады және көптеген теңіз жануарларына мекен болып табылады. Теңіз экожүйесінің тепе-теңдігі өте маңызды. Егер бір түрдің саны күрт азайып кетсе, бұл бүкіл экожүйеге кері әсерін тигізуі мүмкін. Section 4. Су асты әлемінің ғажайыптары, жарықсыз өмір және басқа да ерекшеліктер. Теңіздер мен мұхиттардың тереңдігінде жарық өтпейді. Бұл жерде өмір сүретін жануарлар қараңғылыққа бейімделген. Олардың кейбіреулері биолюминесценция арқылы жарық шығарады. Мысалы, кейбір терең су балықтарының денесінде жарық шығаратын мүшелер болады. Бұл жарық оларға жемтігін тартуға, немесе жыртқыштардан қорғануға көмектеседі. Теңіздер мен мұхиттарда сонымен қатар суыққа, қысымға және басқа да қолайсыз жағдайларға төзімді жануарлар мекендейді. Section 5. Теңіз мысықтары. Балық емес, сүтқоректілер. Теңіз мысықтары, теңіздер мен мұхиттарда өмір сүретін сүтқоректілер. Олар балықтар емес, бірақ суда өмір сүруге жақсы бейімделген. Теңіз мысықтарының денесі жұмырланған, аяқтары жүзбе қанаттарға айналған. Теңіз мысықтары өкпелерімен тыныс алады, сондықтан олар ауа жұту үшін су бетіне шығып тұруы керек. Олар балықтармен, кальмарлармен және басқа да теңіз жануарларымен қоректенеді. Теңіз мысықтарының көптеген түрлері бар. Олардың арасында итбалықтар, морждар және тюлендер бар.